Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда өте қызықты ақпараттар болады. Соны қалдырмау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен пойызға, балаларға арналған қандай ойыншықтар алғанымды бөліскім келіп тұр. Ең алғашқы рет осылай екі баламен пойызға шыққалы жатырмын. Бірінші қызым 2 жас 8 ай, екінші қызым 1 жас 7 ай. 34 сағат бойы жол жүреміз. Павлодар Шымкент барысында пойызбен барамыз. Дәл балаларымның жасына арнап және де қызығатын ойыншықтарын алуды шештім. 3 жасқа дейінгі балалардың қызығып ойнайтын ойындарын таптым. Соны сіздермен бөлісейін деп шештім. Міне осындай 36 карточкадан тұратын әртүрлі жануарлары бар құрастырғыш. Бұл құрастырғыш үлкен қызыма өте қатты ұнады. Тіпті 1 минутта 5-6-ауын тапты. Ал екінші қызым ақырындап осындай 1-2-еуін тауып қалғандарын қолына ұстап жүрді. Яғни бұл құрастырғыш пойызда өте қызықты болады деп ойлаймын. Суреттері де айқын, әдемі, ашық түстермен көрсетілген. Осы ойын өте қызықты болады деп ойлаймын. Бұл ұзақ сапар болғандықтан бір жақтан қорқып та тұрмын, уайымдап та тұрмын. Екі баламен барғандықтан кішкене толқып та тұрмын. Әртүрлі ойындарды қосып жатырмын. Міне тағы да осындай ойындар менің үлкен қызым өте қатты жақсы көреді. Тағы да осы түстермен бірдей фигуралармен үсті-үстіне қою. Осының ағашы болған. Ағашы өте некачественный дейді ғой. Ағаштар түсіп қалғандықтан мен оны алып тастадым. Осындай ойынды ойлап таптым. Келесі менің қыздарымның сүйікті осындай крокодил дейді ғой, қолтырауын. Осындай ойыншығы тістеріне қойған кезде тістеп алады. Мүмкін кейбір тістеріне қойсаңыз тістемеуі де мүмкін. Өз қалауыңызша кез келген тісіне қойып тәуекел етесіз, тістеп алса, сіз жеңіліп қалдыңыз деген. Келесі осындай жіпке, матаға немесе барлық осындай фигураларды салады. Қыздарым бұрын осындай ойынды ойнады, олар жақсы көреді. Өзім бастауыш сынып мұғалімі және логопед болғандықтан балалармен жұмыс жасау барысында осындай әртүрлі ойындар құрастырғанда жас ерекшеліктеріне аса қатты көңіл бөлемін. Келесі ойын осындай жіпке фигуралардың ұсақ дөңгелектері бар жерін осындай жіпке орап өткізу қажет. Келесі ойынымыздың түрі қарындаштармен бояу. Әртүрлі жеміс-жидектерді, жануарларды, ойыншықтарды қарындаштармен бояу керек. Қыздарымның аралары 1 жас 1 ай болғандықтан таласып қалады. Сондықтан әрбір бетті, әрбір суретті 2 беттен шығардым. Келесі осындай пластилин, өте жұмсақ, қолға жағылмайтын, осындай пышақтары бар, фигуралар жасауға болатын пластилин алдым. Келесі осындай кітаптар, яғни мына кітаптарда суретінен не екенін сұрасаңыздар, бала айтады, және де осындай өлеңдерді оқыса, кішкене болса да тыңдайды. Мынау не деген сияқты сұрақтар қойса, бала жауап береді. Келесі осындай алфавит, әріптері бар, суреттері бар, осындай қаламы бар өшіргішімен. Осылай жазсаңыз, осылай өшіргішпен өшіруге де болады, салфеткамен өшіруге де болады. Ана жағын қарындаштармен, әртүрлі түсті қарындаштармен бояуға болады. Ал мына жақтарын сол өзінің арнайы қаламмен бояу керек. Тағы да келесі осындай дәптер, яғни осы қаламның ұшына су тигізсе бояйды екен. Осындай суреттері бар, сол
қаламды үстіне былай сызса суреттер көрініп тұрады екен. Осыны әлі істетіп көрген жоқпын. Жолда көреміз, қызықты болатын сияқты. Келесі осындай жаңағы қарындаштармен үлкен қызым осындай қыздарды бояғанды, осындай әдемілікті жақсы көреді. Әртүрлі қарындаштарды пайдаланып бояйтын болады. Міне осындай қарындаштар сапасы жақсы, сондықтан осы қарындаштарды таңдадым. Келесі міне магнит ойын. Әртүрлі жануарларды, яғни су астындағы жануарларды қоятын болады. Одан кейін осындай магнит арқылы қармақ дейді ғой, балық аулау. Солай балықтарды, жұлдызшыларды осы магнитті қармақ арқылы аулайтын болады. Келесі осы кітап, бұл 4D көрінісімен толықтырылған кітап болып табылады. 3 жасар балаға қайдағы әліппе, әріптер деп жатқан шығарсыздар, бірақ бұл 0+. Девар деген қосымшасы арқылы нұсқаулық, яғни девар қосымшасын жүктеп, осы не жүктедік, кішкене тосу керек. Осы кітапты қарайтын боламыз. Міне смотреть дегенді басып, кішкене тосамыз. Осылай шығады. Одан соң әріптерге телефонды қойсаңыз, осылай әріптер сөйлейді. Арыстан деп астында жазуға болады. Мысалы, әтеш деп. Тағы да әріптер астында қаламмен жазуға болады. Қазақшасы өте күшті екен, маған ұнады. Бүркіт. Іші осындай әртүрлі қазақша әріптермен алфавитті көрген өте әдемі көрінеді екен. Бұл заттар менің үлкен қызымның сүйікті заттар болып табылады, сондықтан бұларды алуды жөн көрдім. Барлық заттарды осы 2 сумкаға сыйғыздым. Бұл сумкаларды жол сумкаларына салатын боламын, бір бұрышына және де қолдарына. Осы 2 қуыршақты аламын, олар бірге ұйықтайды. Келесі жолға қандай дәрілер және де қандай тамақтар алғанды көргілеріңіз келсе, келесі видеоларды көрулеріңізді сұраймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!